Күні кеше Шығыс Қазақстанда үлкен күршім көпірі салынды. Енді бұл көпір мемлекеттің басшысының тікелей тапсырмасы бойынша салынған көпір. Қазір халық сол жақта кәдімгіше қуанып, осы елге, жұртқа сәлем айтып жатыр. Сондықтан маған айтып еді, осы парламентке барсаң, міндетті түрде президент Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевқа рахмет айтты. Мен осыны жеткізгім келіп отыр. Енді нақты сұрақ. Марат Кәкімжанұлы, осы көктемде сіз осы мәжіліске келген кезде мынау Қалбатау Боғаз жолы күзде аяқталады дедіңіз. Сондай уәде бердіңіз осы жерде. Енді міне күз келді. Халық сұрап жатыр, мына министр уәдесінде тұра ма жоқ па деп. Осы жолды екеуміз барып қашан ашамыз, және ол осы қарашада аяқтала ма? Сол сұраққа жауап беріңізші, рахмет. Күзде, көктемде келгенде тағы да қайталап айтамын, біз Алматы мен Астананың арасын толық ашылады дедік. Талдықорған мен Өскеменнің арасын айттық, Атырау мен Астраханның арасын айттық. Қалбатау Майқапшағай бойынша біз былай айттық. Ол жақта 415 шақырым, соның тең жартысы Майқапшағай жағынан 230 шақырым толық бітіреміз дедік. Қалған учаскесінде астыңғы қабатпен қозғалыс ашамыз дедік. Үстіңгі қабат салынып үлгермейді дедік. Ол жұмыс келесі 2025 жылға қалдырады деп айттық. Қосамыз деп айтқан жоқпыз, бірақ қозғалыс қамтамасыз етеміз дедік. Қозғалысты жылдың соңына дейін қамтамасыз етеміз. Уәде берген 230 шақырымды толық емеске қосамыз, қалған 185 шақырымы келесі жылға қалады.